Сәлем 11 сынып оқушылары, қазір біз математикалық сауаттылықтан наурыз айында келген ұбт есептерін талқылайтын боламыз. Ал бірінші мысал, 300 кг қант қызылшасынан 45 кг қант алынды. Қант қызылшасының неше пайызы қант дейді. Ал мына бірінші есепте 300 кг қант қызылшасынан 45 кг қант алынды дейді. Қант қызылшасының неше пайызы қант? Шешуі жазамыз міне. Бізде 300 кг қант берілгене, қант қызылшасы берілгене, 300 кг-ды біз 100% деп аламыз да, оның құрамында 45 кг қант қой, 45 кг-ды x пайыз деп аламыз. Осыдан x-ті табамыз. X-ті табу үшін x тең, міне біз 100-ді 45-ке көбейтіп, бұлай көбейтеміз, міне 300-ге бөлеміз. 45 көбейтілген 100 бөлінген 300 болады. 100 бен 300 қысқарадына 3, мына 1 болады да, 45 бен 3 қысқарадына 1, 15 қалады. Сонда алымда 15 бен 1 қалды, 15, бөлімде 1-дің өзі қалды. Міне. Бұл тең, 15-ті 1-ге бөлсек, 15-ге тең. Сонда бізде қант қызылшасының құрамындағы қант, 45 кг қант, 15%-ды береді екен. 15% бізде С болып тұр. С деген жауапты белгілейміз. Екінші, 3 санның қосындысы 522-ге тең дейді. Егер бірінші қосылғыш қосындының 9-дан 4 бөлігін, ал екінші қосылғыш 6-дан 1 бөлігін құраса, үшінші қосылғышты табыңдар. Ал екінші мысалға тоқталайық. Екінші мысалда 3 санның қосындысы 522-ге тең дейді. Егер бірінші қосылғыш қосындының 9-дан 4 бөлігін, ал екінші қосылғыш 6-дан 1 бөлігін құраса, үшінші қосылғышты табыңдар дейді. Ол үшін біз бірінші қосылғышты x, екінші қосылғышты y, үшінші қосылғышты z деп алайық. Бұлардың қосындысы 522-ге тең. Ал бізде x барлық қосылғыштың 9-дан 4 бөлігін құрап тұр да, ал y-іміз есе 6-дан 1 бөлігін құрап тұр. Біз x-ті табу үшін бізде барлық сан қосылғыштың барлығы 522-ге тең. 522-нің 9-дан 4 бөлігін табу үшін 522-ні 9-дан 4-ке көбейтеміз. 522 көбейту 9-дан 4 дейді. Екеуі қысқарады, 9-ға бөлінеді, мына 1 болады, мынау есе 58 болады. Тең, бөлшектің бөлімде 1 қалды, алымда 58 бен 4 қалды. 58-ді 4-ке көбейтетін болсақ, 232 шығады. 232-ні 1-ге бөлсек, 232-нің өзі шығады. Бұл бірінші қосылғыш. Сонда бізде x-іміз тең болып тұр. X тең 232-ге. Ал енді y тау үшін y бізде барлық қосылғыштың 6-дан 1 бөлігін құрайды. Сонда 522-ні біз y-ті табу үшін 6-дан 1-ге көбейтеміз. Екеуі қысқарады. 6-ға бөлінеді. 6-ны 6-ға бөлсек 1, 522-ні 6-ға бөлсек 87 болады. 87-ні алымдағы 1-ге көбейтеміз, 87, бөлімде 1 қалды, бұл 87-нің өзі деген сөз. Міне біз тауып алдық. Енді біз үшінші қосылғышты табуымыз керек, z-ті табуымыз керек. Ол үшін біз z-ті табу үшін тең барлық қосылғыштан 522-ден аламыз 232 мен 87-нің қосындысын. Сонда 522 өз тұра береді, азайту мұнан қосатын болсақ 319 шығады. Бұл екеуін азайтасақ, бізде 203 шығады. 203 деген, ол мына С деген жауабын. С-ны белгілеп қоямыз. Үшінші мысал, Арман шеңбер бойына бірнеше нүктелерді белгілеп, оларды кесінділермен жалғау арқылы пайда болған хордаларды санауды жақсы көреді. Бірінші уақытта Арман шеңбер бойына 13 нүктені белгілеп, оларды кесінділермен жалғады. Пайда болған кесінділер санын табыңыз деген. Енді қарандар, шешеміз. Ол үшін бізде мысал Арман шеңбер бойымен 13 нүкте белгіледі деді. Мысал мынандай шеңбер сызатын болсақ, шеңбер бойында 13 нүкте белгілеп тұр. Мысал А, одан кейін В, С ары қарай кете береді.
Ол осыларды кесінділермен қосты. Мысалы бірінші мысалы А нүктесін жалпы бізде шеңбердің бойында 13 нүкте бар. А нүктесінен басқа бізде мысалы А нүктесінен басқа 12 нүкте бар. Сонда Адан В-ға дейін бір кесінді жүреді міне мынандай. Адан С-ға дейін, одан Д-ға дейін. Одан кейінгі сөйтіп бізде Адан А нүктесінен басқа 12 нүкте болғаннан кейін 12 кесінді жүреді. А, В, А, С деп міне 12 қосу. Одан кейін міне біз Адан барлық нүктелерге кесінді жүргізіп қойдық. 12 кесінді жүрді, яғни 12 хорда жүрді. Енді В нүктесінен бастап жүрген, мысалы В-дан А-ға жүріп қойған, иә? Одан С-ға жүреді. Сосын Д-ға жүреді, кете береді. Сонда мына А, В-дан басқа тағы да бізде жалпы 13 еді, А мен В-дан басқа 11 нүкте бар. 11-ді қосамыз міне. Қосу. Одан кейін міне С-дан бізде В-ға жүріп қойды, С-дан А-ға жүріп қойды. Осы екеуіне жүріп қойды. Қалған бізде осы үшеуінен басқа 10 кесінді бар ғой, иә? 10 кесіндіге жүреді міне. Сонда 10-ды қосамыз. Қосу. Яғни сөйтіп 12, 11, 10, 9, қосу 8, қосу 7, қосу 6, қосу 5, қосу 4, қосу 2, қосу 3 қосылған 2 қосылған 1-ді табуымыз керек міне. Сонда бізде міне мынамен 1-мен 12-ні қосамыз, 13 болады. Қосу 11-ге 2-ні қосамыз, 13 болады. 3-ге 10-ды қосамыз, 13 болады. 4-ге 9-ды қосамыз да 13 болады. Қосу 5-ге 8-ді қосамыз, 13 болады. Қосылған 6 мен 7-ні қосамыз, ол да 13 болады. Сонда міне 1, 6 мен 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дұрыс, 6 міне. Енді тең. Енді бізде 6, 13 бар, ол үшін 6-ны біз 13-ке көбейтіп қоясақ шығады. Сонда 78 шығады. Сонда 78 кесінді санайды екен, иә? Ол бізде В деген жауап. Міне В-ны белгілеп қоямыз. Ал 4-ші мысалда бізде заңдылық берілген, иә? Заңдылықты табыңдар деген. 2, 8, 26, 80 ары қарай бізде көп нүкте. Заңдылықтың келесі мүшелерін табу керек болып тұр, қарасаңыздар. Ол үшін бізде бірінші 2, иә? 2-ден 8 шыққан. 2-ні біз 3-ке көбейтіп, 2-ні қоссақ, бізде 8 шығады. Ал енді 8-ді 3-ке көбейтіп, 2-ні қосатын болсақ, 26 шығады, иә? Міне келесі сан шықты. Ал енді 26-ны 3-ке көбейтіп, 2-ні қосатын болсақ, 78, мынамен 2-ні қоссақ 80 шығады. Сонда біз келесі мүшесін табу үшін 80-ді 3-ке көбейтіп, 2-ні қосамыз міне. 80-ді 3-ке көбейтсек 240, оған 2-ні қоссақ 242 шығады. Ал енді одан кейінгі мүшені табу үшін бізде қараңдар 242 жауаптарында бізде мынада 240-тан басталыпты. Но 238-ден уже біз бұл екеуін сызып тастаймыз міне. Екеуін сызамыз. Мынаны да сызамыз міне. Бұл 240-тан. 2 жауап болып тұр, міне Е мен В. Енді 242-ні біз 3-ке көбейтіп, оған 2-ні қосамыз. Мынаны 3-ке көбейтетін болсақ, 726 болады, оған 2-ні қоссақ, 728 болады. Сонда 720, мынада 726, мынада есе 728. Уже көрініп тұр, бізде мынаны да алып тастаймыз, сонда жауап мынандай болып тұр. Сонда 728-ді біз 3-ке көбейтіп, 2-ні қосатын болсақ, яғни мынау 2186 шығады міне. 2186. Сонда жауап бізде Е болып тұр, Ені белгілейміз. Ал 5-ші есепте, егер x қосылған 5 бөлінген x минус 5 тең 5 болса, онда x квадрат қосылған 25 бөлінген x квадрат минус 105 өрнегінің мәнін табыңдар дейді. Ал 5-ші мысалға тоқталсақ, бізде x қосылған 5 бөлінген x минус 5 тең 5-ке тең дейді. Онда бізде x квадрат қосылған 25 бөлінген x минус 105-ті табыңдар дейді. Ол үшін біз мынаны x қосылған 5 бөлінген x тең дейміз да, мына 5-тің өзін жазып, мына 5-тің өзін жазып, мына минус 5-ті мына жаққа плюс 5-ге өткізіп аламыз. Сонда x қосылған 5 бөлінген x
тең мына екеуін қоссақ бізде 10 шығады. Енді біз бұл теңдіктің екі жағында квадраттап жібереміз. Сонда мына квадраттайтын болсақ, мына бірінші x квадрат бізде а қосылған в-ның жақшаның сыртына квадраты деген формуламен, қысқаша көбейту формуласымен ашамыз. Қосылған 2 көбейтілген x көбейтілген 5 бөлінген x болады. Қосылған мына екінші өрнектің квадрат бұл 25 бөлінген x квадрат. Тең 10-ның квадраты бізде 100 шығады. Енді бұл жерде x пен x-ті қысқартып жіберетін болсақ, сонда x квадрат қосылған 10 қосылған 25 бөлінген x квадрат болды. Тең 100. Енді 10-ды ар жаққа плюс 10 минус қылып өткізіп жібереміз. Сонда x квадрат қосылған 25 бөлінген x квадрат тең 100 азайту 10 болады да, бұл 90-ға тең болады. Яғни 90-ға тең болып тұр міне. Сонда x квадрат қосылған 25 бөлінген x квадрат тең 90 болды. Бізде берілгенде міне x квадрат қосылған 25 бөлінген x квадрат минус 105 табу керек. Минус 105 болу үшін мына біз соңынан екеуінен де теңдіктің екі жағынан да 105-ті алып тастаймыз. Сонда x квадрат қосылған 25 бөлінген x квадрат минус 105 тең 90 минус 105 болады. Сонда x квадрат қосылған 25 бөлінген x квадрат минус 105-іміз тең болады минус 15-ке. Бұл да бізде жауаптар дұрыс емес болып тұр. Сонда не керек? 15 деген жауап шығады. 6-шы мысалда ылғалдылығы 70% болатын 80 кг дәмді дақылдарды кептіргеннен кейін оның ылғалдылығы 50% болды. Кептіргеннен кейінгі дәмді дақылдың салмағын қанша деп сұрап жатыр бізден. Ол үшін біз қараңдар, 70% ылғалы болғаннан кейін 70% су, қалғаны 30% бізде басқа да заттар болып тұр, мысалы. Сонда 80 килограмның, біз бірінші 80 килограмның 30%, 100% деп аламыз да, оның 30%-ын тауып аламыз. 30%, 70% су, қалған бөлігін тауып аламыз, x деп. Бұдан x-ы табу үшін 80-ді 30-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Сонда бір нөлмен мына біреу, мынаумен мынау қысқарып кетеді да, бізде алымда 3 пен 4 қалады, ол 24 бөлінген 1 қалады, бұл 24. Сонда бізде 24, 80 килограмның 24 килограмм басқа заттар, сонда 56 килограммы бізде су болып тұр. Сонда қарандар, бізде кептіргеннен кейін оның 50%-ы ғана не болып қалған? Ылғал болып қалған да. Сонда бізде кептіргеннен кейін оның сонда мына құрамдағы мына затпен, басқа да заттармен судың мөлшері тең болып қалған, Сонда біз мына зат 24-ті, яғни 24 килограммды біз енді 50% деп аламыз да, соның 100%-ын табамыз, x деп. Бұдан x-ті табу үшін 24-ті 100-ге көбейтіп 50-ге бөлеміз. Сонда 50 мен 100 қысқаратына 2 болады. 2 мен 24 көбейтіліп 48 болады да. 48 бөлінген 1 болады. 1 жазбай қойық. 48 килограмм. Сонда бізде кептіргеннен кейін берілген дәмді дақылдың салмағы 48 килограмм болып тұр. Жауап осы. Егер есептер түсінікті болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.